Бүгінгі күні жаһандану көптеген елдердің өзіне ғана тән ерекшеліктерін түбегейлі жойып отыр. Бұрыннан келе жатқан әдет-ғұрыптар Хэллоуин сынды мерекелермен алмасуда. Бұл көбіне дамушы мемлекеттерге қатысты жағдай. Алайда көшпен бірге дамуды жөн көрмейтін және адам сенгісіз салт-дәстүрлері бар халықтарда кездеседі. Жаңа Гвинеядағы Папуада адам жегіштері өте көп. Азық-түлік тапшылығынан адамдар өз таныстарын етін жеуге мәжбүр. Алайда соңғы кездері бұл мекенді жайлаған эпидемия арқасында каннибализм деңгейі төмендеп кетті. Бірақ бұл жайт Караваи тайпасына қатысты емес. Олар үшін қайтыс болған адам етін жеу кек алу деп есептеледі. Жоғарыда аталып өткен адам жегіштер тұрғындарды етін жеу үшін өлтірмейді. Олар тек белгілі бір жағдайда қайтыс болған адамның етін қолданады. Алайда Фиджи аралындағы тайпа үшін бұл түсінік мүлде басқаша. Олар үшін керісінше қарны ашқан кезде тірі жанды өлтіріп оны қорек ету қалыпты жағдайға айналып кеткен. Фиджи аралындағы аяқ басқан туристердің оларға жем болғаны анықталған.